Таразда футболдан жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын додаға еліміздің 11 өңірінен командалар жиналып, жас футболшылар жеңіс үшін бақ сынады. Қазақ футболы соңғы жылда айтарлықтай дамып келеді. Жастар арасында футболға қызығушылық та өсіп, өңіраралық жарыстармен қатар жасөспірімдер арасында республикалық жарыстарда белең алуда. Соның бірі Тараз қаласында өткен чемпионат. Жыл сайын ұйымдастырылатын турнирге Қазақстаннан 11 команда қатысып, өздерінің шеберліктерін көрсетті. Аталған чемпионатқа бүкіл Қазақстаннан 11 команда келді. Комитеттің тарапынан өткізілетін чемпионат бұл жылда өтеді. Әр возраст, ең үлкеніміз биыл 2009-дан басталып, ең кішкентайы 2015 жылдар болды. Жамбыл облысының намысын ұлан командасы қорғады. Республикалық жарысқа алғаш рет қатысқан команда бірден жүлделі орыннан көрінді. 5 жылдан бері жас спортшыларды жаттықтырып келе жатқан бапкер бұл жетістікпен тоқтап қалмай, алдағы жарыстарда да биіктен көрінуге ниетті. Біз сендік. Үйде ойнағанымен, өзіміз алаңда ойнағаннан кейін енді бір жыл бойы дайындалдық. Настрой болды. Деңгей өте жақсы. Өте мықты командалар келді. Екінші орынды Павлодар облысынан келген Ертіс командасы иеленсе, үздік үштікті Астана қаласының құрамасы түйіндеді. Жас спортшыларға кубок, медаль, грамоталар табысталды. Бекзат Әшірбай аңсыр тілеп берген Айдос Құсаубек, Қордай 24 Ньюс.